Армысыздар қазақ елі, сіздермен Дидарбек KZ ақпараттық порталы, бізде сұхбат айдары. Біз бүгін Түркістан облысы Төле би ауданының әкімі Еркеғали Амантайұлы Әлімқұловқа қонаққа келдік. Еркеғали аға, сұхбаттасқаныңызға рахмет. Сізге қояр алғашқы сауалымыз, қызметке кіріскеніңізге жарты жылға жуық уақыт болды. Сіз ауданға әкім болып тағайындалғанда ең бірінші жүктелген міндетіңіз қандай? Үлкен рахмет, осындай уақыттарыңызды бөліп бізге арнайы келіп отырғандарыңызға. Жалпы мен 2024 жылдың 5 қараша айында тағайындалдым. Енді маған қойылатын басты міндеттің барлығы, ол мынау барлық аудан әкімдеріне қойылатын міндеттер, ол ең бірінші халықтың әл ауқатын көтеру, әлеуметтік экономикалық жағдайын ауданның көтеру және тұрғындарға қолайлы, өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау. Осы ең бастысы ауыл тұрғындарының жағдайын, деңгейін көтеру, әлеуметтік экономикалық деңгейін, ауыз су, электр энергия, басқа да мәселелердің барлығын, осы сұрақтарды біртіндеп шешу болып табылады. Осы уақыт аралығында Ереке, қандай оң өзгерістер ауданда орын алды? Енді 4 ай деген көп те емес, аз да емес уақыт деп өзім есептеймін. Жалпы біз осы ауданға мен келгелі, бізде Төле би ауданы бұл біріншіден туристік аудан болып саналады. Сондықтан бізде 254 туристік демалыс аймақтары бар. Осы 254 туристік аймақтардың 126-сына жуығы басқа өңірлерде тіркелген. Яғни Төле би ауданында салық төлеуші болып тіркелмеген. Яғни жұмысын жасайды, бірақ салықты басқа өңірлерге төлеп жатыр. Одан бөлек 47 демалыс аймағы тіптен еш жерде салық төлеуші болып тіркелмеген. Біз ең бірінші осы бастаманы, осы жұмысты жүзеге асырып жатырмыз. Мына салық түсімдерін көбейту бойынша. Осы уақытқа дейін біз бір 30 шақты мекемені тіркедік. Қалғандармен қазір жұмысты жалғастырып жатырмыз. Одан кейінгі мәселе, Төле би ауданында ең бір проблемалық мәселе ол жер мәселесі. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта мына көптеген жерлер кезінде заңсыз беріліп кеткен, сол дұрыс емес құжаттармен беріліп кеткен. Қазіргі уақытта сол жерлерді пайдаланылмай жатқан жерлер бар. Ауыл шаруашылығы деп жерді алып алып, оған бір демалыс аймағын салып қояды. Яғни жерді жаңағы мақсатына сәйкес емес пайдалану фактілері болып отыр. Осындай фактілердің бойынша біз мынау жер инспекциясына беріп, сотқа беріп, жерлерді қайтарып алу мәселелерін мемлекетке осы мәселені жүргізіп жатырмыз. Одан кейін біздің Төле би ауданында индустриалдық аймақ жоқ. Біз қазір Шымкент қаласымен шекаралас 100 гектар жерге индустриалдық аймақты құру бойынша жұмыстарды атқарып жатырмыз. Одан бөлек мына Келітас ауылдық округінде, бұл да Шымкентке жақын ауыл. Осы жерден біз мынау өндірістік парк дейді, малый промышленный парк дейді, осы 14 гектар жерге осы өндірістік паркты құруға біз қазір жерін бөліп, құжаттарын дайындап, осы өндірістік паркты құруға дайындалып жатырмыз. Одан бөлек мен біздің ауданда орналасқан үлкен Шымкент цемент деген мекеме бар. Біздің ауданнан тасты қазып, Шымкент қаласына апарып цемент шығарады. 66 жыл бойы осы Қазғұрт тауын қазып, цемент шығарады. Енді ең өкініштісі, осы Шымкент цемент мекемесі салық төлеуші ретінде Шымкент қаласында тіркелген. Енді 1,5 миллиардтай салық төлейді екен жылына. Осы Шымкент цементтің басшылығымен мен бірнеше рет кездестім. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша осы елді мекендерге осы Шымкент цементтің арқасында су шықпай қалып жатыр. Осы салық төлеу мәселесін Төле би ауданына төлеу бойынша бір қатар келіссөздер жүргіздік, келіссөздер. Одан бөлек Қазақ битум деген үлкен компания бар. Ол компанияда біздің Төле би ауданына салық төлеуші болып тіркелмеген. Жалпы осы салық түсімдерін көбейту, одан кейін мынау индустриалдық аймақ құрып, инвесторларды
кеңінен шақыру және өндірістік паркті құрып, осы өндірістік аймақты көтеру болып табылады. Жалпы біздің мақсатымыз. Одан бөлек мына туристік аймақтарды бір жүйеге келтіру. Өйткені көбінде кәріз жүйесі жоқ, мына жабайы туризм дамыған, салық төлемейді, күл қоқыс тастап кетеді. Осы мәселелермен біз күресіп, осы мынау дамыған туризмге келсек деген ойымыз бар. Жалпы бастамаларымыз осындай. Керемет, іске сәт. Жаңа айттыңыз, негізгі мақсаттарыңыз, негізгі міндеттеріңіз айтып кеттіңіз. Осы мақсат, осы міндеттерді жүзеге асыру ретінде аудан әкімдігінде қанша штат бар? Және үлгеріп жатсыздар ма соған? Жалпы ауданда 202 мемлекеттік қызметкер бар, әкімдікте жұмыс істейтін. Аудан әкімінің аппаратында 25 мемлекеттік қызметкер. Енді кішкене кадрлық жаңағы біздің әулеуетіміз көтерілсе оған қуанамыз ғой, бірақ осы қолда бар 25 адам, аудан әкім аппараты және барлығын қосқан 202 адам. Ауыл әкімдері кадрлар жетіспейді деп кейде келеді, бірақ енді амал жоқ. Мемлекеттік қызметтің өзінің бір қиыншылығы бар, өзінің бір жауапкершілігі бар. Біз сол жауапкершілікті, қиыншылықты түсініп, өзіміздің жаңағы бар күш жігеріміз салып жұмыс істеуіміз қажет. Білікті мамандардың әрине ауданға көбісі келгісі келмейді. Аудан деп көбісі облыс орталығына, Шымкент қаласына, Астана қаласына жұмыс істеуге ниетті. Бірақ мен өзімнің осы барлық жүрген жердегі мақсатым осы жергілікті мамандарды өсіріп, тәрбиелеп, мемлекеттік басқару академиясына түсіп, олардың болашақ бағдарламасымен оқып келгенін көрсек, олардың қызметте бір кәсібиленгенін, өскенін көрсек, сол ең бірінші сол басшының тілегі, арманы, мақсат сол өзінің жергілікті жердегі қызметкерлердің өскені болып табылады. Бұл тарапында да жұмыс істеп жатырмыз. Біз тегін мемлекеттік қызметкерлерге ағылшын тілін үйрету курстарын бастадық, жастар ресурстық орталығы арқылы. Өзбекстанда осыдан 6-7 жыл бұрын гидтер туристерге орысша дұрыс жауап бере алмайтын. Қазір осы 6-7 жылдың ішінде барлығы ағылшынша таза сөйлейді. Біз ауданда неге соны көтермейміз деп, осы мемлекеттік қызметкерлерді ағылшын тілін үйретуге тегін курстарын ұйымдастырып жатырмыз. Керемет, жақсы жоба, жақсы идея. Жүзеге асса қуана жатырмыз. Еркеғали Амантайұлы, көп аудандарда біліп жатамыз. Өзі бір айқай-шуға толы сала бар ғой, білім саласы. Және денсаулық саласында да біраз осы екі сала бойынша бір кеңінен тоқталып өтсеңіз өзіңіз аудандағы. Білім саласы, мен өзім шынымды айтсам, әкем 34 жыл мектептің жұмыс істеген, мектепте мұғалім болған, мектептің директоры болған. Қазір енді зейнеткер, жасы 82-ден асты. Осы білім саласына былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, көптеген аудандарда мына қаржылық жымқыру фактілері орын алып, бірқатар азаматтар сотталды менің естуімше. Бұл салаға бір жүйелі өзгерістер керек деп ойлаймын өз басым. Ол бір одан кейін жалпы білім беру идеология мәселелеріне ең бірінші жүзеге асыратын аудандар ғой. Сондықтан аудандарда бір басқаша бір көзқарас, басқаша бір жүйелі бір подход керек сияқты. Бізде 69 мектеп бар ауданда. Оның көбісі аралас мектептер, қазақ-орыс мектептері, қазақ-өзбек мектептері бар. Өкінішке орай, біз соңғы статистикаларға қарасақ, жасөспірімдерге қарсы қылмыс, жасөспірімдермен жасалған қылмыс, суицид, ерте жүктілік деген көрсеткіштердің барлығы өкінішке орай динамикасы өсіп отыр біздің ауданда. Оны мен ашық айтам. Енді біз осы
жасөспірімдер арасындағы қылмыстың, суицидтің, ерте жүктіліктің себебін, ол туралы не қандай жұмыстар жасалды деген бір өзіміз ойланып бірнеше рет мына жерде құқық қорғау органдарымен, прокуратурамен, полициямен, ұлттық қауіпсіздік комитетімен барлығымыз бірнеше рет жиналыс өткіздік. Білім бөлімінің тарапынан, жастар ресурстық орталық тарапынан жүйелі шаралар қабылданып жатыр. Бірақ өкінішке орай мынау көрсеткіштер өте төмен деңгейде. Бұл жастар арасындағы қылмысқа білім бөлімі, болмаса әкімдік, жастар ресурстық орталығы, ішкі саясат жауап бере алмайтынына көзіміз жетіп отыр. Бұған бүткіл қоғам болып, ата-аналар ең бастысы, мынау ауыл ақсақалдары, ауыл билері болып күресуіміз керек деп ойлаймын. Білімнің деңгейі бойынша мен сөз қозғамайын, ол бойынша біздің Түркістан облысы үлкен көрсеткіштерге жетіп отыр. Білім, осы біздің оқушылардың арасында шахматтан өткенде Түркістандағы оқушы қызымыз 2-ші орын алып келді. Осы әлем чемпионатынан мен өзім өте қуанамын оған. Жалпы білім саласында мынау мұғалімдердің, осы білім саласында жүрген азаматтардың, жауапты азаматтардың жалпы бейнесі қандай болу керек? Олардың мәдениеті, тәрбиесі, тәртібі қандай болу керек? Біз көреміз, жалпы қаншама мұғалімдер балаларды ұрып жатады. Кейбір мұғалімдер болады, қазіргі заманауи талапқа сай бір керемет жаңалықтар енгізіп, балалардың қызығушылығын оятып, оларды жаңағы патриоттық бір дүниелерге тәрбиелеп жатқандарын көріп жатырмыз. Кейбір мұғалімдеріміз осы заман талабына сай дамып, заман талабына сай білім берудің орнына сол басқаша баяғы бір өздерінің бір сарында жүріп жатқан мәселелер бар. Сондықтан мен ойымша біз ең бірінші мынау оқушыларды тәрбиелейміз деп жатырмыз ғой, бірақ біз осы оқушыларға сабақ беретін мұғалімдерімізге, білім саласындағы жауапты азаматтарға, азаматшаларға үлкен өзгеріс керек сияқты деп мен ойлаймын. Өзім мынау мұғалімнің баласы ретінде, өзім де мынау ата-ана ретінде ойлайтыным, балалар өздерінің ата-аналарына және мұғалімдерге қарап өседі. Өзіміз де солай өстік. Енді кейбір жанұялар болады, толық емес жанұя, болмаса ата-анасы әрқашан жұмыста болады. Сол жанұялардың балалары мектептегі мұғалімдерге қарап өседі. Мектептегі мұғалімнің болмысына, мектептегі мұғалімнің мәдениетіне, оның білімге деген құштарлығына, балаға деген көзқарасына қарап, сондай бір тұлға болып қалыптасады. Ал енді үйде ата-анасы жұмыста, мектепте мұғалімдер балаларға бір үлкен көңіл бөлмей жатса, онда балалар білімді, рухани тәрбиені теледидардан, ютубтан, тиктоктан алуға тура келіп отыр қазір. Осы ютубта, тиктокта қандай да бір тренд шықса, бренд шықса, біздің ауылдың балалары, жалпы біздің қаланың балалары да барлығы осыған құмар болып жатыр. Ал енді біздің қазақи құндылықтарды, мынау әдеби кітаптарды оқытудың қаншалықты адамның, баланың миы кітапты оқығанда қалай дамитынын, телефонды көргенде қалай дамитынын түсіндіріп айтып отыруымыз керек деп ойлаймын. Жалпы ата-аналар, мұғалімдер, менің білім саласына қазір мынау айтатын тілегім, жалпы білім саласында жүрген осы азаматтарды, мектептің мұғалімдерін, психологтарын, тәрбие жөніндегі мектеп директорының орынбасарларын жалпы басқаша бір аттестациядан өткізіп, осы психологтар мен тәрбие жөніндегі мектеп директорының орынбасарларын тек қана мектеп директоріне бағынышты емес, осы облыстағы білім басқармасына тікелей бағынышты, аудан әкіміне де келіп бір жиналыстарға қатысып, болып жатқан проблемаларды тікелей айтып тұрса, біз де көмектесуге дайынбыз. Өйткені мынандай мәселелер болады, мектепте бір жасөспірім қыз бен жасөспірім баланың арасында бір махаббат оты жануы мүмкін да. Енді оларды мектептің психологы, мектептің тәрбиесі жөніндегі жаңа орынбасар көреді, біледі, бірақ олар
шара қабылдамайды. Егер осы тұсында бүкіл қоғам болып оларға біз түсіндірсек, осы ерте жүктілікке барудың қылмыс екендігін, біріншіден ұл балаға, екіншіден қыз балаға осы ерте жүктіліктің оның болашақ өміріндегі қаншама ауруларға алып келетін, болашақ сәби сүюінің қаупіне алып келетіндігін түсіндіріп айтсақ, мүмкін ол қаншама мына жалындаған махаббатқа қарамастан осындай бір келеңсіз ерте жүктілік деген бір келеңсіз жағдайға бармас еді деп өзім ойлаймын. Одан кейін суицид жағдайы. Мектептің мұғалімдері күнде балалармен сөйлеседі, араласады, сабағын сұрайды. Сол кезде мынау суицидке бейім, суицидтің алдында жүрген жасөспірімдерді психологтар көруге болады деп ойлаймын. Енді үйлерінде бір проблемалар бар шығар, бірақ мектеп, қоғам болып, полиция, акимат барлығымыз бірлесіп, сол жасөспірімнің өмірін алып қалу үшін біз бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Жалпы мен өзімнің қоғамдағы адам ретінде беретін бағам, мен қазір білім саласындағы білімнің жаңа деңгейіне баға бере алмаймын, бірақ білім саласындағы мынау біздің ерте жүктілік, суицид, қылмыс, балалар арасындағы жасөспірімдерге қарсы қылмыс бойынша мен жалпы көңілім толмайды жасап жатқан жұмыстарға. Ол жұмыстар жасалынып жатыр, бірақ нәтижелі, орысша айтқанда действенный дейміз ғой, осы әр оқушының ақыл ойына жететіндей қылып қарапайым сөзбен түсіндіріп айтып жатыр деген жаңағы мен жұмыстарға көңілім толмайды. Біз бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз, ол бойынша біз жасап жатырмыз. Өткенде бізде білім бөлімі 57 оқушыны түрмеге апарып, түрмеде балалардың қалай, жасөспірімдердің қалай жүріп тұрып жатқандарын көрсетіп, тәрбие сағатын өткізіп. Керемет бастама. Бірақ мен айттым, Төле би ауданында 29 мың оқушы бар, соның ішінде 57 оқушыға ол көрсеткен бір капля в море дейді. Соны көбейтіп, кеңінен таратып, видеороликтер түсіріп, осы қазір кейбір ата-аналар балаларын жаңағы мәжбүрлейді, мынандай дінге, кей кезінде радикалды діндер болуы мүмкін да. Жалпы адам кәмелет жасқа толғанға дейін оны ешкім діни жағынан мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Біз осыны түсіндіруіміз керек. Біз адам өзі ой-өрісі жетілген соң қандай дінге, қандай дін таңдайтын өзі шешім қабылдау керек. Осындай мәселелер бойынша біз жалпы жүйелі жұмыстарды бастадық. Төле би ауданында проблемалар өте көп, қарсылықтар көп. Тіпті білім саласында, мынау өздеріңіз білесіздер, бізде Төле би ауданында мұғалімдер мынау қаржы пирамидасына кіріп кеткен қайбір жылдар. Көптеген мұғалімдер сол қаржы пирамидасына кіріп, өздері сол жерде алданып қалған қаражаттарын беріп. Енді мынау осы қаржы пирамидасының қаншалықты зиянын, оның жамандығын айтып түсіндіретін адамдардың бірі ғой мұғалімдер. Олардың өздері кіріп кетіп жатыр. Сондықтан менің ойымша шұғыл түрде бір үлкен күрделі жүйелі өзгеріс керек. Біз мұғалімдерімізді ең бірінші міндетті түрде аттестациядан өткізіп, үлкен жаңағы өзгерістерге бізге қажет деп ойлаймын, өз ойым. Денсаулық сақтау саласында жалпы бізде мынау аудандық дәрігерлік жаңа поликлиника бар, аудандық аурухана бар, қалалық неміз бар, жаңағы поликлиникамыз бар. Одан бөлек мынау фельдшерлік амбулаториялық пункттер дейді. Барлық ауылдарда ол бар. Былтыр біз 3 ауылда, Зертас, Жаңа жол, және Диханкөл деген 3 ауылда жаңа фаптарды біз іске қостық. Жалпы бұл денсаулық сақтау саласында мен өзім ойым, мемлекеттің тарапынан барлық шаралар қабылданып жатыр. Енді шетелде сіздер білесіздер, шетелде тіпті дамыған Америка, Англияда біздің Қазақстандағыдай денсаулық сақтау саласына мына көңіл бөледі деп мен айта алмаймын. Өйткені ол жақта кішкене басқаша көзқараста,
әр адам, мысалы Америкада, әр адам, жалпы дамыған Европа елдерінде медицина өте қымбат болғандықтан әр адам өзінің денсаулығына қатты қарайды. Олар кішкентай кезінен бастап спортпен шұғылданып, ол бір үлкен бір спорттық жетістікке жету үшін емес, өзінің мына физиологиялық, физикалық жаңағы әлеуетін сақтап, мына дәрігерге барған кезде қымбат ақша жетпей қалмас үшін өзінің денсаулығымен жүйелі түрде шұғылданады. Жұмыс жасайды десеңші. Иә, жұмыс жасайды. Бізде өкінішке орай кішкене менталитетіміз, азаматтарымыздың бір жер ауырса барамыз да дәрігермен айқайласып отырамыз. Түсінікті, дәрігерлер, мен ешқандай дәрігерлерге жұмыстары туралы, қызметтері туралы ешқандай бір баға бере алмаймын. Өз басым кішкене сырқаттанып қалған кезде осы біздің Ленгер қаласында орналасқан ауруханаға барам. Дәрігерлерге өте айтар алғысым шексіз. Өздерінің жұмыстарын бәрі жақсы жасайды. Әрине бір кемшіліктер бар шығар, бірақ мен осы денсаулық сақтау мәселесінде айтатыным, біздің жалпы қазақтың қоғамына осы денсаулыққа қатысты бір кішкене бір жаңағы талпыныс өзгеріс керек. Өзімізді өзіміз сақтамасақ, өзіміздің денсаулығымызға өзіміз қарамасақ, дәрігер келіп бізге күнде айтып, күнде біздің емдеп отырған ол уже кішкене бір дұрыс емес көзқарас деп ойлаймын. Жалпы мен мынау Шымкент қаласында көп көрем. Велосипедпен жүреді жастарымыз, спортпен шұғылданып жүреді. Кәдімгі денсаулықтарына қарап парктерде жүгіріп жүреді. Мен соны өзім көріп қатты қуанам. Бізде мына Алғабас деген ауылда жаңа спорт клубы ашылып жатыр. Сол жерге ауылдың жаңа келіндері келіп ұсыныс жасапты жаңа спорт клубқа. Енді бұл жерде бокс пен күрес болады. Бізге мынау келіншектерге фитнес, йогамен айналысатын бір жаңағы секция ашып беріңіздер деп осындай бір ұсыныс жасап. Мен өзім шынымды айтсам қатты қуандым. Біздің ауылдық жерде халыққа қаладағындай жағдай жасалыну керек. Қаладағындай спортқа бару керек, қаладағыдай интернет желісі ұстап тұру керек, қаладағыдай білім берілу керек деп мен өзім соған ауылдық жерлердің осында келіндер келіп осындай ұсыныс жасағанына қатты қуандым. Сосын мен өзім айттым, міндетті түрде ол жаңағы Алғабас ауылындағы жаңа спорт клубына сол ауылдың келіншектері айналысатын йоганы, жаңағы гимнастиканы ашып беріңіздер дедім. Басқа спорт клубтарына да осындай ұсыныстарды түсіріп жатырмыз. Бір жаңағы жаттықтырушы болса осындай. Сосын бізде мынау халықты әлеуметтік қорғау бөлімінің жаңағы басшылығымен тең қоғам деген жаңа не ашылды. Ол жерде біздің үлкен қарияларымыз барып спортпен айналысып, өздерінің денсаулықтарына қарап уақыттарын өткізеді, бильярд ойнайды. Сол жерде мен көретінім мынау көбіне біздің мынау өзге ұлттың өкілдері, үлкен орыс апайларымыз денсаулықтарына қарап спортпен шұғылданып жүреді. Мен соны біздің жаңағы апаларымыз жүреді, қазақтың апаларымызға айтамын, сіздердің ауылдастарыңызды алып келіп, көбірек осы жерге келіп, жаңағы денсаулықтарыңызға қарасаңыздар деп өткенде бір сондай бір тілегімді айтып кеттім. Біздің қазақтың қоғамында мен енді жасым 44-ке келді. Мен өзім құрдастарыма да айтам, біз қазіргі заман талабына сай спортпен шұғылданып, мынау қартайған кезде балаларымызға, туыстарымызға жаңағындай ауыртпашылық салмай, әдемі, жақсы қартаюды біз қазірден бастап ойлануымыз керек. Оны әрбір жас азаматша ойлану керек деп ойлаймын. Сондықтан денсаулық сақтау саласында мен ешқандай бір кемшілік айта алмаймын. Тек қана мен мынау біздің жерлестерімізге айтатыным, ең бірінші денсаулығымызды сақтауға біз өзімізден бастасақ, спортпен шұғылданып, спортпен шұғылдану үшін бізге инфрақұрылым керек. Жаңа спорт алаңшалары, спорт клубтары барлық керек. Оны біз бюджет есебінен жасап жатырмыз. Әлде де
жаңағы демеушілердің есебінен соғылып жатыр. Төле би ауданында көптеген, мысалы Көксәйекте бізде Көксәйек ауылында бюджетпен соғылып жатыр, ауыл ел бесігімен. Биыл іске қосылу керек. Мына Алғабас ауылында демеушілердің есебімен жаңағы спорт клубы биыл құрылысы бітті. Осы сәуір айында ашылу салтанаты болады. Ақбастау ауылында демеушілердің қолдауымен спорт клубының жаңағы басталды құрылысы. Осы биыл бітеді деген біз сондай сенімдеміз. Басқа да ауылдарда осындай спорт клубтары бюджеттің есебінен, демеушілердің есебінен соғылып жатыр. Мына ауылдың тұрғындары, бізде мынандай, енді ораза айы ғой, мен ашып айтайын, бізде үлкен бір ауылда екі мешіттен салып қоямыз, керемет қылып. Мына ораза айынан бөлек уақытта соған мешіттерге бір 10-15-20 адам барады. Өкініштісі сол. Өкініштісі. Енді оны бір діни бір неге шақырып жатқан жоқпын мен. Бірақ біздің спорт нысандарда солай 10-15 адам барып қалып кетпесін деген ниет. Барлық біздің тұрғындарды сол спорт клубтарға барып, спорт алаңшаларына барып, өзіміздің денсаулығымызды өзіміз сақтайық деген бір ұсыныс үндеу айтқым келеді. Өте дұрыс, сіздің сөзіңізбен келіспеуге болмас. Өте орынды айттыңыз. Әрбір адам денсаулығы өзі үшін ең қымбат байлық ол. Қазірден жақсы қартаюды, жақсы форманы сақтауды адам өзінен бастау керек. Келесі сауалға көше керек. Өзіңіздің әлеуметтік желіден де байқаймыз, бақ беттерінен де оқып отырамыз. Өзіңіз тұрақты түрде кестеге сай, кестеден тыс аудан тұрғындарын жеке қабылдап жатасыз. Осы қабылдауда аудан тұрғындарын мазалайтын ең күрделі мәселелердің үшеуіне тоқтап өтсеңіз. Ең күрделі аудан тұрғындарының мәселесі ол ең бірінші мына жер мәселесі. Бізде кезінде осы жер учаскелері берілген, өндіріс кооперативтерге берілген, жеке азаматтарға берілген. Сол жер дауларымен тұрақты түрде келіп тұрады ауылдарда. Одан кейін мына жерге заңсыз тұрғын үйді соғып алады. Сөйтеді, осы жерді заңдастырып беріңіз, тұрғын үйді заңдастырып беріңіз деп келеді. Түсіндіріп айтамыз, енді барынша түсіндіріп айтып жатырмыз. Сотқа беру мәселелерінің барлығын. Бұл жер мәселесі үлкен бір күрделі сұрақ. Одан кейінгі мәселе бұл тұрғын үй кезегі. Біздің Төле би ауданында жалпы 6,5 мыңнан астам халық, адамдар, тұрғындар тұрғын үй кезегінде тұрып жатыр. Енді өкінішке орай бір үлкен бір масштабны құрылыстар жүріп жатқан жоқ. Біз мына бүгін осы 18 наурыз күні, бүгін мен таңертең 120 пәтерлік 2-5 қабатты үйді тұрғындарға табыстадық. Тұрғын үйдің кезегін азайту үшін біз қалада көптеп тұрғын үйді соғуымыз керек. Жалпы Ленгір қаласында 1000-ға жуық тұрғынға осы уақытқа дейін жаңа пәтерлер берілген. Биыл міне бүгін 120-сына бердік. Биыл тағы да 3-5 этажды үй соғылып жатыр. 300-ге жуық біз тұрғын пәтерді тұрғындарымызға табыстаймыз. Бұл ең үлкен мәселелердің бірі. Бұның ішінде әлеуметтік осал топтар бар, көпбалалы аналар бар, мүгедектігі бар, мүмкіндік шектеулі азаматтар бар. Осындай проблемалық мәселелер. Үшінші ең күрделі мәселенің бірі, өкінішке орай деп айтамыз, осы біздің таулы аймақ, бұл ауыз су мәселесі. Ауыз су мәселесімен қоса, мынау енді 3 сұрақ сұрадыңыз ғой, үшеуіне қосып кіргізіп жіберейін. Инфрақұрылым, бұл ауыз су, түнгі жарықтандыру және мына аяқ жол дейміз, тротуар мәселесі. Бізде 55 ауылдың барлығы орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілген, бірақ көптеген ауылдарда мына судың дебиті азайғандықтан су шықпай қалу мәселелері бар. Сондықтан мына жүйелердің ескіру проблемалары бар. 55 ауылдың 25-інде бізде ауыз суының жүйелерін жаңарту қажеттілігі туындап отыр. Осыған байланысты біз енді біртіндеп шешіп жатырмыз.
Енді мынау түнгі жарықтандыру. Мектепте оқитын оқушылар түнде қайтады сабақтан. Түнде үйіне келе жатқан кезде ең бірінші мына автомобиль жүретін жол бар. Жарық, түнгі жарық жоқ. Оның қасында тротуар болу керек. Ол тротуарлар көп жерде орналастырылмаған. Сондықтан мына түнде келе жатқан мектептен шыққан балалар осы жолмен үйге қайтуға мәжбүр. Енді бұл жолда жарық жоқ, қасында тротуар жоқ болғандықтан, мынау біздің оқушыларымызды автокөлік қағып кету фактілері де орын алып отыр, өкінішке орай. Одан бөлек мынау түнде қаңғыбас иттер жүреді. Біздің ауданда жалпы 10.400 қаңғыбас ит бар екен. Оның барлығын жаңа біз зерттеп жатырмыз. Мен біздің ветеринария службасына айттым, сіздер қанша қаңғыбас иттерді аулап жатсыздар? Биылдың өзінде 100-ге шақты қаңғыбас итті 2 айдың көлемінде олар аулап, сонда да иттің саны көбейіп кетіп жатыр. Сол оқушыларымызды түнде сабақтан келе жатқан кезде түнгі жарықтандыру мәселесі, тротуар мәселесі және мына қаңғыбас иттер осы біздің кішкентай оқушыларымызға шабуыл жасамаса, және мына тротуар жоқ жерде автокөлікпен оқушыларды қағып кетпеу мәселесін алдын алу бойынша мен ол бойынша үлкен кәсіпкерлерге де осы демеушілік жасап, халықтың батасын алып, біздің әлгі қоғамда бар ғой, мешіт соқсаңыз, әлгі көпір соқсаңыз сауап көп деп. Мен айтатын ем, мына балаларымыз жүретін аяқ жол, тротуарды соғып берсек те бұның сауабы сол көпір соққаннан кем болмайды деп өзім есептеймін. Сондықтан біз сол балаларымыздың жүретін тротуарларын салып берсек, түнгі жарықтандыруды қойып берсек, мынау көшеде жол көлік апаты да азаяр деген осындай өзімнің ойым. Осы 3 сұрақ ең көп қолданатын. Ол бірінші жер, одан кейін мынау екінші жаңағы жарықтандыру, одан кейін ауыз су мәселесі. 3 сұрақ. Енді алда осы мәселелер шешімін табады ғой енді. Біз биыл бюджетке қазір нақты цифраларын мен айтып қателеспей қояйын. Біз бюджетке бір қатар ауылдардың осы аяқ жолын мен өзім оны айтып отырып қойғыздық. Және мынау 4 ауылдың қателеспесем ішкі су құбырларын ауыстырып жаңалауға бюджетке қаражат қойдық. Одан бөлек мынау сұрақ көп, жайылым жерлер, суғармалы жерлер, каналдардың тазалығы, каналдарды бетондау, одан кейін мынау сырғыма жерлер болады, оползинді таулы аймақтарда бір бөлік Ақмешіт шатқалдарында зона демалыс аймақтарын соғып тастаған, бірақ ол жер төтенше жағдайлар департаментінің біздің көзқарасымызша ол жер сырғып кетсе, ол жерде жаман айтпай жақсы жоқ, адам шығыны болуы да мүмкін. Bir қатар. Осындай жерлерде біз қазір мен 8 демалыс аймағын біздің құзырлы органдарға бердік. Бұны біз бұзуымыз керек. Өйткені ертең оползин дейді ғой орысша. Жер сырғып кетсе, біріншіден ол кісілерге материалдық шығын келеді, екіншіден ең басты байлық адам өміріне қауіп төніп тұру, осындай фактілер орын алып отыр. Енді бізде төтенше жағдайлар, су тасқыны көп орын алатын таулы аймақ қой. Сол каналдарды тазалау мәселесіне біз былтыр 2 техника сатып алдық, экскаватор, каналдарды тазалайтын. Одан бөлек Қазсушар деген мекеме бар, оларға да біз өзіміз ұсыныстарымызды айтып, осы каналдарды тазалап жатырмыз. Бізде жалпы ауданда 74 су каналы бар. Өкінішке орай бірде-біреу бетондалмаған. Соны биыл бетондасақ деп бюджетке 4 каналды қойып отырмыз. Ең жаңағы ол 4 каналдың бетондалуы жалпы мынау суғармалы жерлердің жаңа сапасын көтереді. Одан бөлек бізде 5 су қоймалары бар, су тоғандары бар. Мынау Ащы, Ұзынбұлақ, Шілтер, Қара Қуыс, Қошқарата деген 5 жаңа су қоймасы бар. Осы су қоймаларда көктемгі жауын шашын кезінде тасып кетпесін,
елді мекендерге бір қауіп төндірмесін деп біз алдын ала мына төтенше жағдайлар департаментімен басқармасымен бірлесіп жүйелі жұмыстарды жасап жатырмыз. Жақсы, алдағы жоспарлар жүзеге аса берсін Ереке. Әкім мырза, келесі сауалымыз, республика көлемінде жақсы бір жоба жүзеге асты. Мемлекет басшысының бастауымен Таза Қазақстан акциясы бастау алды. Осы сенбілік жұмыстарында аудан тұрғындарының қатысу деңгейі қандай? Жалпы бұл Таза Қазақстан акциясы президентіміздің өзінің тікелей басшылығымен, тікелей тапсырмасымен басталды. Өте бір керемет. Енді біздің тұрғылықты жерлерде, ауылды жерлерде жаңа айтып отырмыз ғой, ең бірінші біздің көзқарасымызды, мәдениетімізді өзгертуіміз керек. Мысалы, жаңа біз мақтанып айтамыз, Жапониядан келген көрермендер футболға келіп, жаңа өздерінің секторын өздері жинап, пакеттерге салып алып кетті деп өстіп айтамыз да, сосын соларды мақтаймыз отырып алып. Өзіміз одан кейін өзіміз істемейміз. Өзіміз біз биылдыққа мына жалпы 9 рет тазалық акциясын өткіздік. Осы тазалық акциясына 205 мекеме қатысты, 19 мыңға жуық біз тұрғындарды осы тазалық акциясына шақырып шығардық. Бұл жерде тазалық акциясында енді осы көктемде 19.600 ағаш ектік. Енді ол ағашты күтіп ұстау, басқа жұмыстарын ары қарай жүргізе береміз. Ең бастысы мынау тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бізде мынау мекемелер бар. Ленгір тазалық, Ленгір су, жарық жол, саябақтар деген мекемелердің барлығы осы тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірақ күл қоқыс азайды деп айта алмаймыз. Тұрғындарға да рахмет, барлық мекемелердің қызметкерлеріне рахмет. Әр сенбі күні осы сенбілікке шығып жұмыстар жасап жатыр. Мекемелерде жұмыстар жасап жатыр. Техниканы да біз биыл МТЗ деген трактордың 13-ін алып жатырмыз. Трицикл дейді, мотоциклдің 3 дөңгелегі бар. Одан да 13-ін алып жатырмыз. Одан бөлекте техникаларды алып жатырмыз. Мекемелерге тиісті қаржыларды бөліп жатырмыз. Бірақ күл қоқыс азайды деп өйтіп мен айта алмаймын. Оның басты себебі мынау біздің демалыс аймақтарына келетін демалушылар. Басқа өңірлерден Төле би ауданына мынау демалыс күндері өте көптеп қонақтар келеді. Жаңа мен өз сөзімде айттым, демалыс аймақтардың 50% салық төлеуші ретінде тіркелмеген. Сол демалыс аймақтарына келетін демалушылардың көбісі жол бойына, болмаса сол демалыс ауылдарда күл қоқысты мүмкін жаңағы әдейі, мүмкін жаңағы машинально тастап кете береді. Одан кейін біздің осы Шымкент қаласынан көптеген автокөліктер келеді. Мынау жол көлік апаттары болып жатады. Мен бұған байланысты қазір осы жол көлік апаттарына байланысты сергек камераларын көбейтуді қазір қолға алып жатырмыз. Биылдың өзінде біз 15 шақты сергек камерасын қоюды жоспарлап бюджеттен күтіп отырмыз. Одан кейінгі мына енді бізде бұрындары мынау автокөлік айдаған кезде ремень тақпайтын, қауіпсіздік белбеуін. Осыған бір айыппұл сала бастағандықтан барлығы тағып алды. Мына тазалыққа келген кезде де біз тұрғындарымыздың өздері осыған мәдениетті түрде келіп, осы кез келген жерде мына күл қоқыс тастап кетуді доғармаса, біз бұнымен ешқашан күресіп жеңе алмайды екенбіз. Осыған мен көзім жетіп отыр. Осыған байланысты біз полиция департаментімен қосылып, мына айыппұлды көбейтіп жатырмыз. Мен барлық тұрғындарға айтатыным, өзімізді өзіміз сыйласақ, өзіміз тұрып жатқан ауданымызды, ауламызды, ауылдарымызды, қаламызды, жер анамызды сыйласақ, біз мына жер анамызды, тұрып жатқан жерімізді ластап, күл қоқыс тастап, төмен мәдениеттегі азаматшалар емес шығармыз енді. Өзіміздің, біз жалпы қазақ, мұсылман діні келмей тұрғанның кезінде қазақ халқы бір өзінің тазалығымен, үлкен биік мәдениетімен белгіліміз ғой біз.
Ал енді біз мына бір өлең шумақтар бар ғой, оқымаған ата бабамыз биікке жеткен талай. Біз оқып тоқыған ұрпақтарымыз осы күл қоқысты бей-берекет тастап кетуге біз осындай жаңағы мәдениетіміз жетеді. Бұл өте бір мен ойлайтын едім, айтатын едім, бұл мына Өзбекстанға барайықшы, Өзбекстанға барайық, басқа Қытайға барайықшы. 100 миллион тұратын қалада бірде-бір қоқыс көрмейсіз. Қытайдың мына үлкен қалаларында 100 миллион халық тұратын жерде бірде-бір қоқыс көрмейсіз. Біз Ташкентке барсақ, Самарқандқа барсақ, бір қоқыс көреміз бе? Көрмейміз. Неге біз осы басқа жақта айтамыз, тап-таза керемет деп қызық. Біздің туристердің, оңтүстіктің туристердің көбісі мына қыстың күні Өзбекстанға барып, Амирсой деген жаңағы шаңғы тебетін жер. Дәл сондай шаңғы тебетін жер біздің Төле би ауданында тұр, Таусамал деген. Біздің Алматы қаласында тұр да. Неге біздің жаңағы туристер осы Өзбекстанға барып, Амирсойға барғысы келеді? Тап-таза, барлық жағдай жасалған, ешқандай жаңағы жүйелі бір проблемалар жоқ. Тамағы да дәмді, сондықтан біз осындай мәдениетке келуіміз керек. Біздің тұрғындарымыз өзіміз тұрып жатқан елді мекенді ластаудың орнын, ластау былай тұрсын, біз бүкіл сол жатса тазалауға біз шақыратын едім. Мен өзім осы Төле би ауданына келгелі бері көптеген ауылдардың барлығын аралап жүрмін. Өкінішке орай ауылды жерлерде де, мына Ленгір қаласында да несанкционированный дейміз ғой, жаңағы белгіленбеген жерлерге күл қоқыс тастап кете береді. Осыған мен сұранатын едім, барлық мынау біздің тұрғындарға, жастарымызға, кәрілерімізге өзіміздің жерімізді, өзіміздің елімізді тұрып атқан жер анамыз сыйласақ, осындай күл қоқыс тастауды доғарайықшы біз. Өте орынды, өте дұрыс айтасыз Серік. Соңғы бір сауал болсын. Төле би ауданында өзіміз барша білеміз, бір үлкен бір мәселе бар. Бұл ауа райы өзгерген кезде, көктем кездері, күз уақыттарында жауын жауған кезде су жайылып кетіп жатады. Осыған дайынбыз ба? Жалпы бұл жерде қажетті техника, қажетті инертті материалдар, құмды, оның барлығын дайындап қойдық. Бұл жерде Төле би ауданында қар ерген кезде мұндай бір топан су, ондай су басу фактілері болмаған. Біздің су басу факті тек қана мынау қатты тоқтамай жаңбыр жауған кезде болады. Былтыр болды, оның 20-шы жылы болды. Мына жерде Достық микрорайонында, Достық ауылында бір Гуляй поле деген бір каналымыз бар. Сол жерде мына судың көп жауғандығы соншалық, мына екі үлкен труба бар. Сол трубаға су симай жолдың үстіне шығып кетті. Мына кеме қалған ауылдық округінде былтыр каналға судың көп соншалықты келген себебінен каналға симай мына Абай Үйімшіл ауылдарын кішкене су басты. Енді біз каналдарды тазалап, каналдарды жаңағы жұмыстарын жасап жатырмыз. Каналды тазалап, қашыртқыларды тазалап, бірақ енді жауын шашынның жаңағы өте көп жауып кететін жағдай болса, бұндай фактілерді біз болмайды деп айта алмаймыз. Болады. Ал қардың еруі ол өз табиғаттың мән жайына байланысты. Бұл қар еріп, жерге сіңіп жатыр. Енді біз бұл жауын шашыннан су алу қаупін болдырмас үшін біз су тоғандарын көп соғуымыз керекпіз. Биыл осы біздің Төле би ауданында Қошқарата және Қарақуыс деген екі су тоғаны жұмысын қосылып істейтін болады. Биыл жаңадан суды жинайды, жауын шашынның суын. Одан кейін мынау Ащы деген су қоймасында қазір жаңа жөндеу жұмыстары жүргізетін болады. Жалпы менің ойым, осы жауын шашынның суын біз жинап алу үшін, ауылдарды су баспас үшін су тоғандарын көптеп соғуымыз керек. Ол бойынша да жоспарларымыз бар. Оны біз облыстық табиғат қорғау басқармасы,
ауыл шаруашылық басқармасы және Тұрансу деген мекеме бар. Осы мекемелермен бірлесіп өзіміздің ұсыныстарымызды беріп жатырмыз. Бізде қазір осығанға дейін 3 су тоғаны болған, биыл 2 су тоғаны жаңадан жұмысқа қосылады. Одан да бөлек біз су тоғандарын соғып, сол жауын шашын көп жауған кезде суды жинап алып, мынау шаруаларға көктемгі жазғы кездерде су беру үшін осыны жасауымыз керек. Дайындығымыз, су тасуына дайындығымыз бар, сақадай сайымыз деп айта аламын, бірақ нормадан көп жауын шашын жауып, жаңағы каналдарға симай, трубаларға симай тасып кету мүмкіндігін біз жоққа шығара алмаймыз. Еркеғали Амантайұлы, сұхбаттасқаныңызға үлкен рахмет. Алдағы жұмыс жоспарларыңызға, еліңіз, халқыңыз үшін жоспарлаған жұмыстарыңыздың бәріне сәттілік тілейміз. Елдің үмітін ақтай беріңіз. Сізге тілеріміз осы. Құрметті көрермен, бізбен болғандарыңызға үлкен рахмет. Алда көріскенше.